Саламатсыздар ма, балалар? Сабағымызды бастаймыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге өте қызық болады. Бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу 4-ші сынып, 4-ші сабақ қасиетті мекенім. Оқиғаның дамуын болжауды, мәтінге жоспар құруды үйренеміз. Бірінші, пікіріңді айт, сызбаны толықтыр. Не қымбат? Яғни бұнда не қымбат деген сұраққа жауап беретін болсақ, туған жер қымбат, ана қымбат, денсаулық қымбат, туған ел қымбат, өмір қымбат. Түсініп оқы. Ақдауыл хан. Баяғыда бір елдің ерлігі жұрттан асқан Ақдауыл деген батыры болған екен. Қаһарынан жау қаймығыпты. Әйтсе де елге жаманшылығы жоқ екен. Аш-жалаңаш жұртты қолдапты. Ақыры еңбегі елге жағып, халық оны хан көтеріпті. Бір күні Ақдауыл қатты ауырады. Ешбір асқа тәбеті шаппайды. Ойын-сауыққа зауқы соқпайды. Ақдауыл ханның денсаулығына аса қауіпті ештеңе жоқ дейді атақты бір тамыршы. Хан емді ұлы теңіздің жағасына апарып, теңіз самалымен емдеу керек. Айтты бітті, ұзақ жол жүріп ұлы теңізге жетеді. Бірақ теңіздің таза ауасы, гүл жазирасы, дертті ханның көңілін хош ете алмайды. Ақдауыл хан бұрынғыдан бетер жүдей түседі. Хан емді сонау үнді жағалауына алып бару керек. Сол жердің самал ауасы, ән сазы бұл кісіні дертінен айықтырады дейді бір дәруіш. Сол-ақ екен ақ шатырлы хан күймесі енді үнді еліне аттанады. Айтса айтқандай, бұл ел шынымен де керемет екен. Бірақ үнді елі де Ақдауыл ханның көңілін таба алмайды. Ханның еңсесі одан сайын түседі. Ханды сонау батыстағы Қап тауына жеткізіңдер. Сол жердегі дертке шипа жер асты ыстық суымен емделсін дейді тағы бір білгір емші. Хан солай қарай жүруге әмір береді. Ұзақ жүріп ақыры Қап тауына келеді. Аспанмен таласқан таулар ханның есін алады. Жер асты ыстық суы ханды рақатқа бөлейді. Бірақ бұл да ұзақ болмай шығады. Хан қайта жүдей бастайды. Ақыры ақ ордасына қайтқан хан нөкерлеріне: осы елде білгір дәруіш жоқ па деп ақырады. Шаба жөнелген нөкерлер сақал шашы аппақ қудай бір қартты алып келеді. Олар шын дәруіш болсаң, ханның дертін тап деп айғайлайды дәруішке. Таппасаң сорың қайнайды. Қарт дәруіш ханның тамырын ұстап отырып: сіз жауапкершілікпен жүріп, ер үсті ат жалында ұзақ жол түн қаттыңыз. Енді сіз үшін оның ешқандай қызығы жоқ. Енді бір қызық болса, өз туған жеріңіз, ана құрсағынан шыр етіп түсіп, алғаш қадам басқан жеріңіз қызық болар. Одан да ат ізін үзгеніңізге нелер заман өтті ғой, дейді. Менің туған жерім бе деп аңырап қалады Ақдауыл хан. Сонау тозған тау маңындағы тар қуыстағы ескі жұрт па? Мейлі, оны да көрелік. Апарыңдар мені сонда. Ақдауыл ханды тозған тау қуысындағы шағын қыстаққа алып келеді. Туған жерін көргенде ханның жанарына жас үйіріледі. Көкірегінде әлде қандай сиқырлы әуен күмбірлеп, ән айтқысы келгендей болады. Бейберекет шашылып жатқан қара тас та, сылдырап ағып жатқан ақ бұлақ та тым ыстық көрінеді. Сол баяғы бала күнгідей бұлақ басындағы қос шынар әлі көк тіреп тербеліп тұр. Ақдауыл ханның қуанышы кеудесіне сыймай тасып төгіле береді. Ол ақ күймеден атып шығып, балаша мәз боп айғай салады. Жүгіріп барып бала қойшыны құшақтайды. Ақдауыл хан Ақбұлаққа жетіп, етбеттей жатып, Кәусар суынан сіміреді. Хан ақылынан адасты деп ойлаған нөкерлері айнала қоршап состиып қарап тұрады. Кенет хан: естеріңде болсын, туған жердің самалын ешқандай ұлы теңізіңнің самалы ауыстыра алмайды. Туған жердің ауасына, әуеніне мың үндінің әуені де жетпейді. Мұны естеріңде ұстаңдар, деп күймесіне отырады. Ал енді ақ ордаға тартыңдар қайта. Ақдауыл хан ауруынан құлан таза жазылыпты. Осыдан соң туған жерін де ұмытпай, жиі кеп тұратын болыпты.
Мінекей балалар, әңгімеге қарап, туған жердің қандай кереметі, туған жердің ыстығы, туған жердің денсаулыққа қандай пайдасы барын көруге болады. Яғни Ақдауыл хан дұрыс айтады. Туған жерге қанша жердің суы да, көлі де, өзені де, әуені де жетпейді дейді. Бұл әңгімеде қаймығу, сескену, қорқу деген мағынаны білдіреді. Хан көтеру, хан сайлау, тамыршы дәруіш емші, зауқы соқпау деген сөз көңілі соқпау деген мағынаны білдірсе, ат ізін үзу, бармай көрмей кету деген сөз. Ат жалында ұзақ жыл түн қату деген сөз, ұзақ уақыт ат үстінде жорықта болу деген мағынаны білдіреді. Оқиғаның басталуына не себеп болды дейді. Екінші, оқиғаның басталуына Ақдауыл ханның қатты ауырып қалғаны себеп болды. Яғни оған асқа тәбеті шаппай, ойын сауыққа зауқы соқпай қалады. Денсаулығына аса қауіпті ештеңе жоқ деп бір тамыршы айтады. Төртінші, ханның туған жерін көргендегі сезімін түсіндіріңдер. Яғни Ақдауыл ханды өзінің туған жеріне алып келеді. Сол кезде көзіне жас үйіріледі. Бір сиқырлы әуен күмбірлеген кезде сонымен қосылып ән айтқысы келеді. Яғни ол бала кезіндегі айтқан өлеңдері есіне түседі. Сылдырап аққан ақ бұлақта өзіне ыстық көрінеді. Сол баяғы бала кезіндегідей тұрған бұлақ басындағы қос шынарды көріп, жүрегі елжірейді. Ақдауыл ханның қуанышында кеудесі сыймай, балаша мәз болып, жүгіріп барып бала қойшыны құшақтайды. Яғни ол Ақдауыл ханның көз алдына бала кезі, балалық шағындағы өзінің ата-анасы, туған туысы есіне түсіп толқиды. Хан ақылынан адасты деп нөкерлері состиып қарап тұрып қалады. Бірақ сол кезде хан, естеріңде болсын, туған жердің самалына ешқандай самал жетпейді. Ешқандай теңіздің самалын ауыстыра алмайсың. Туған жердің ауасына, әуеніне ешқандай үндінің әуені жетпейді. Мұны естеріңде ұстаңдар. Ал енді ордаға тартыңдар қайтадан дейді. Есіңе түсір, композиция дегеніміз көркем шығарманың құрылысы. Оқиғалы шығарманы сюжетті шығарма деп те атайды. Композиция сюжетпен тығыз байланысты. Ақдауыл хан ертегісінің құрылысы. Бірінші, сюжеттің басталуы, ханның ауырып қалуы, дамуы, ханның еміздеуі, шиеленісуі, ханның ашулануы, шарықтау шегі, ханның туған жеріне сапары, аяқталуы, ханның ауруынан жазылуы. Яғни осыған қарап шығарма жазуға болады. Бесінші, ертегінің басталуы мен аяқталуын білдіретін сөйлемдерді тауып оқы. Ертегінің басталуы. Бір күні Ақдауыл қатты ауырады. Ешбір асқа тәбеті шаппайды, ойын сауыққа зауқы соқпайды. Аяқталуы. Ақдауыл хан ауруынан құлан таза жазылыпты. Осыдан соң туған жерін де ұмытпай жиі кеп тұратын болыпты. Бағала. Алтыншы, Ақдауыл хан қандай адам? Ақдауыл хан ол өте жақсы адам болған, батыр болған. Оның қаһарынан барлық жау қаймығады. Жаманшылығы жоқ болған. Аш-жалаңаш жұртты қолдап, ақыры еңбегі елге жағып, халық оны хан көтеріпті. Жетінші, не қымбат деген пікірдің ең бастысы қайсысы? Ең бастысы өмір қымбат. Үй жұмысы. Ертегі мазмұны бойынша жоспар жаз. Жоспар балалар кітаптың бетінде берілген. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.